Ассаляму алейкум. Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін зиянсыз үй жағдайындағы чипсы жасайтын боламыз. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Балаларыңыз қуана-қуана жейтін болады. Егер сізді қызықтырса, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Алдымен заправкасын дайындап аламыз. Ол үшін зәйтүн майына тұз, құрғақ сарымсақ, қара бұрыш, құрғақ базилик, копченая паприка және тәтті паприканы саламыз. Сіздерге заправкасына дәл мен алған дәмдеуіштерді қосу міндет емес. Бұл жерге кез келген өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Және де заправкасына сіздерге ұсақ тұзды қолдануға кеңес беремін. Ал енді лавашымызды дайындаймыз. Чипсы жасауға лаваштың жұқа түрін таңдап алыңыздар. Бұл рецептке мен үлкен лаваштың 4 данасын қолданамын. Ең алдымен әр лаваштың бетін заправкамен жақсылап бір келкі етіп жағып шығамыз. Әр жағардың алдында заправкаңызды араластырып отырыңыздар, ішіндегі специялар түбінде қалып қоймасын. Мінекей осылай барлық лаваштарымыздың бетін заправкамен жағып шығамыз. Ал соңғы лавашқа келгенде оның артқы жағын да жағып шығуымыз керек болады. Мінекей арттың жағып алғасын үстіне 3 лавашымызды қайта қойып шығамыз да ортасынан қайшымен қиямыз. Содан соң лавашымызды ұзыннан жолақтарға қиып аламыз. Әрі қарай енді өзіңіз қалаған пішінінде қиып алсаңыздар болады. Ал мен ромбы күйінде қиып аламын. Сіздерге айтарым, бөліктеріңізді тым кішкентай қылып қиып жүрмеңіздер, әйтпесе пеште тез күйіп қалуы мүмкін. Және де пеште бір келкі құрғау үшін бөліктеріңіздің барлығы бірдей болуы қажет. Ал енді лаваштарымызды қиып алғаннан соң бір-бірінен ажыратып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін енді противеньге бір келкі етіп қойып шығамыз. Егер де сізде лаваш бөліктері көп болса, оларды бір противеньге салмаңыздар, бөлшектеп қызартып алыңыздар. Ал енді 190 градусқа қызып тұрған пешке 5-7 минутқа қоямыз. Бұл жерде мұқият болыңыздар, лаваш пеште тез қызарады. Және қажет болса, оларды арасында шығарып, аударып отырыңыздар. Мінекей біздің чипсыларымыз дайын болды. Пештен әдемі боп қызарып шықты. Егер сіздер әлі мұндай чипсы жасап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде менің әдісімен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Ал видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Және де жаңа рецептерімізді жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған мен Қаламқас және дәмді болсын арнасы. Ассаляму алейкум.